иә, глютен зиян емес. Осы тұжырымды дәлелдеу үшін мен сіздерге видео түсірдім. Осы видеоны толығымен қараңыздар, көп ақпарат болады. Сәлеметсіздер ме? Мен Гүлайым Карашашева, дәрігер гастроэнтеролог гепатолог болып табыламын. Осы глютен туралы видеоны бастамас бұрын сіздер маған лайк басып қойыңыздар және де төменге подписка жасап қойыңыздар. Енді қараңыздар, глютен зиян екенін айтпас бұрын, зиян емес екендігін айтпас бұрын, сіздер глютен деген не екенін білу керексіздер, иә? Глютен дегеніміз ол ақуыз, дәнді дақылдардың құрамында кездесетін ақуыз түрі болып табылады. Ол қандай дәнді дақылдар? Ол көбінесе арпа, қара бидай, бидайы. Бұлай қарасаңыздар, біз ежелден ақ, мысалы қазақ халқы өте қарқынды қолданады бидайды. Бидайдан ұн жасайды, ұннан неше түрлі қамыр жасайды, манты, пельмениға арналған, сосын жаңағы ет, нан, шелпек, бауырсақ, айтатын тағам түрі өте көп. Енді қараңыз, егер сіз 30 жастасыз, және де 40 жаста, 50 жаста, білмеймін, және де сіз осы уақытқа дейін осы тағамдарды қолданып, ешқандай симптомдар, ешқандай жаңағы шағымдар болмай, сосын бір пост оқып, глютен зиян екен деп оқығаннан кейін, все, мен глютен қолданбаймын десеңіз, әрине бұл организмге ауыр тиеді және ол дұрыс емес. Неге десеңіз, оны мен қазір айтамын. Мысалы, көбінесе нутрициологтар айтады, глютен зиян емес деп, ал дәлелді медицинадағы жүрген дәрігерлер және де эксперттік ұйым, мысалы целиакия зерттеу бойынша арналған европалық ұйым бар. Сол ұйымның мүшелері целиакиясы бар, немесе глютенға жоғары сезімталдылығы бар, глютен ассоциацияланған аурулары бар науқастарға ғана глютен болмайды дейді. Қалған сап-сау адамдарға ешқандай глютенді шектеудің қажеті жоқ дейді. Ол неге? Мысалы біз үлкен тәжірибелер жасалған. Мысалы 100 000 пациент қатысқан 26 жыл бойы глютені шектеген топ, сол 100 000 адамда ішінде глютені мүлдем шектеген адамдар, және де глютенді жай ғана белгілі бір дозаға дейін шектеген топқа бөлінген үлкен тәжірибе жасалынды. Сол тәжірибеде 26 жыл бойы, қараңызшы, 26 жыл бойы 100 000 пациентке қарайды, 100 000 пациенттің жағдайын қарайды, бағалайды. Солда ишемиялық аурулар, жүректің аурулары, мысалы инфаркт, миокарда, сосын стенокардия, сол аурулардың пайда болу жиілігін бағалаған. Нәтижесінде қорытындылай келе, сол екі топта ешқандай айырмашылық таппаған. Яғни глютенді мүлдем шектеген немесе жартылай шектеген, жартылай емес, белгілі бір дозада шектеген адамдар бір-бірін ешқандай айырмашылық таппаған. Яғни ол тұжырым бойынша глютенді мүлдем шектеуге болмайды жүрек аурулары бар науқастарға. Ол бір. Екінші мәселе, бұл глютен ол ақуыз. Ақуыз дедік, глютен ол ақуыз дедік, ал ақуыз ол амин қышқылдардан жиналған. Амин қышқылдар, белок, ол бізде құрылыс материал болып табылады ағзада. Барлық циклдер, биохимиялық циклдер, барлық клетка, әр клетканың цитоскелеті белоктан құралған, амин қышқылдардан құралған. Әр жаңағы биохимиялық реакцияның, энергияның пайда болу, биохимиялық реакция, оның бәрі ферменттер арқылы жасалады. Ал ферменттер бізде ол белоктар болып табылады. Яғни белоксыз ешқандай процесс жүзеге аспайды ағзада. Сондықтан сіздер ақуызды толық, мысалы, енді именно глютенді алып тастасаңыздар, мысалы, сізде ақуыздың жетіспеушілігі бірден пайда болмаса да,
уақыт келе пайда болады. Ол дегеніміз не? Ол сіздің энергияңыздың азаюы, иммунитетіңіздің төмендеуі, сіздің барлық жаңағы неңіздің массаңыздың төмендеуі, азаюы алып келуі мүмкін. Енді тағы бір дәлелденген нәрселер, мысалы упаковка бар ғой, магазинге аралағанда тамақтың макароны бар, сосын тағы ұн тектес тағамдардың упаковкасында без глютена деген надпись көрсеңіз, сол без глютена деген упаковкалардағы тағамдардың құрамында көбінесе ақуыз 50%-дан төмен екені дәлелденді. Яғни ол да жаңағы ақуыздың тек глютеннен басқа, тағы басқа ақуыздар түрлерінің төмен болуы, сосын кальций, темір, сосын пищевые волокна дейді, тағам талшықтары, осылардың дефициті байқалады. Әрине бұл өте маңызды қосынлар, ағзаға керек нәрселер болғандықтан, ол сіздің негізге ағзаңыздың денсаулығыңызға өте жақсы ықпал, жаман ықпал етеді. Біз бағанан бері айтып отырамыз, целиакия, глютен ассоциацияланған аурулар, глютенге жоғары сезімталдылық, глютенді көтерілмаушылық, ол дегеніміз не? Целиакия деген ол жаңағы глютенге генетикалық тұрғыда, яғни тұқым қуалаушылық ауру болып табылады. Генетикалық тұрғыда глютенді көтере алмаушылық болып табылады. Яғни глютен түскен, тағаммен түскен глютенді ол неде ішекте қабының ошағын тудырады. Қабының ошағы ішектің жаңағы бүрлерінің атрофиясына алып келеді. Оның салдарынан бізде тағамның сіңуі нашарлайды. Бұл өте жаңағы нашар жағдай. Және де көбінесе целиакия ауруы кішкентай балаларда, яғни бала кезеңнен бастап көріне бастайды. Ерекшелігі сол. Және де көбінесе клиникалық симптомдары, мысалы іш өтуі, немесе іштің кебуі дәу болып тұрады, сосын запор болуы мүмкін, немесе құсу болуы мүмкін. Осы симптомдармен жиі қайталанатын болса, нанды жеп, сонысында симптомдар пайда болатын болса, біз белгілі бір анализдерді тапсырамыз. Енді екінші ауру ол глютенді көтере алмаушылық, доза зависимая, непереносимость глютена. Ол деген не? Мысалы, белгілі бір адамдар тобы глютенді жей алады, бірақ белгілі бір мөлшерде. Делік бір нан жейді, бір кусок нан жейді, ол жегеннен кейін вроде нормально, ешқандай симптомдар жоқ, ешнәрсе мазаламайды, ал екі кусок жесе, ол кезде уже симптомдар пайда болады, жаңағы жоғарыда айтып өткен симптомдар пайда болады. То есть, ода доза зависимая, дозаға байланысты глютенді көтере алмаушылық болады. Үшінші, ол глютенге жоғары сезімталдығы бар науқастар, ол көбінесе аллергиялық ауру болып табылады. Және де глютен ассоциацияланған аурулар бар, оған ішіне глютендотоксия жатады, сосын дюринг герпетиформды дерматит деген аурулар жатады. Тек осы науқастарға ғана глютен зиян, ал сапсау адамдарға, глютенді ешқандай көтерілмаушылық жоқ адамдарда глютен жеу керек. Глютенді жемесе, оның салдары өте көп, айтқандай. Енді қараңыздар, осы видео сіздердің көздеріңізді ашты деп ойлаймын, көп маңызды ақпарат алды деп ойлаймын. Және де келесі видеода мен дырявый кишечник туралы айтқым келеді. Ол да бір мифтің түрі, оны сол туралы айтқым келеді. Егер сіздер дырявый кишечник туралы видео көргіңіз келсе, менің осы видеоның астында 100 лайктан асу керек. Егер 100 лайктан асса, мен сол видеоны дайындаймын.
менімен болғандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар, маған лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Достарыңыздармен немесе туысқандарыңызбен, жақындарыңызбен менің видеоммен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.